тәуелсіздік жетістіктері, яғни тәуелсіздікте жеткен жетістіктеріміз туралы, одан кейін «Бір ел, бір кітап» акциясы және Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасын құрудағы, нығайтудағы тарихи жолы туралы топ сағаты. 6 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз демократиялық және құқықтық мемлекет деп жарияланды. 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1991 жылы 29 тамызда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды. Скажет, что такое независимость? Казахстан имеет свою независимую валюту и свои территории. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Менің отаным көп ұлтты мемлекет. 1993 жылы ұлттық валюта қабылданды. Welcome to holiday on the day of independence of the Republic Kazakhstan. Герб и флаг наш гордый, народу государством дан, и пусть всегда хранит свободу наш суверенный Казахстан.